мынау болып кетіп жатса, маған да сол арадан дұрыс топырақ бұйырады. Анаң да сол жерде жатыр. Осыны ұмытпағайсың. Жарайды. Мен жастарға сенем. Мағжан. Осы ауылдың жастары өлсін деп арамыздан әкім сайлап еді. Мұна Қайырбек деген данышпан. Елдің сөзіне құлақ аспай, Ахмет дегенді ертіп келіп, істеп жүргені мынау. Не қалды? Колхоз тарағанда дүниенің бәрін сатты. Сатылмаған не қалды? Таран-таражыға салынды. Ой, әке қойыңызса, тағы қарау. Арпас, керек жоқ соған. Неге керек жоқ? Жоқ, неге керек жоқ? Сатыңдар, бәрін сатыңдар. Мына ауаны, суды, жерді, бәрін сатыңдар. Ой, әке. Өкшең ақшаға ұныққан арамзалар десейші. Ой, әке, мына жердің пайын алдық қой. Құдай қалса бірдеңесі тері қолға. Алдамас. 20 жылдан бері өртеген ақша көрген. Сонда не істеді? Жаңа ғана Қайырлықтың айтуына қарағанда, мына жер жалға береді. Тыңдаңызшы, мына жер жалға береді. Судан түскен пайданы мына біз сияқты жерге тиіп. Қанша жылға? Естуімше бір 49 жылға дей ма? Ой, 49 жыл. 49 жылда кім бар, кім жоқ? Осы сендер 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан болады дегенде білмеуші ме едіңдер? Ой, 49 жыл. Сен өзің не істемейсің? Мен істейін, көппен көрген ұлы той көреміз ғой. Ой, көппен көрген ұлы той деп, сонау 32 жылы қазақ халқын ашпай аштандырылған. 37 жылдасың. Көппен бірге көрге кіресің. Істейміз сонда. Мен қайдан сұраңа данышпандардан. Қайта құру деп құртқан. Сұра солар. Ой, әке, ол қайта құрыш мен емес, маған осы өзіңнен қалам. Қыстай бірден етсем жетеді ол. Қалаға кеттің қаңғыр. Қайтып келдің қаңғырған еттей ол. Атаңның басы қалған. Қала. Ей, біле білсең де, мына қазақта сұрайтын мына дала, 4 түлік малдың тияғы, желіні. Ей, сен бірдеңе түсінбісің бе? Ой, әке, түсіндім. Түсінсең су, қайт қаладың. Қарыздансаң да мал өсір. Оранды қойға, өрсіңді малға тұл. Тағы бір айтарым, ана қорында ата-бабаңның сүйегі жатыр. Келмесінен мініп кетсең, маған да сол арадан күріс топырақ берер. Ой, әке, қойыңызшы енді қайдан деп. Өз жерімде тыныш жатайын да. Ой, әке. Әруағым риза болсын. Әруағым. Әке, тоқтайшы, әке. Алаулатып жастық жалыны. Бәрі дұрысы. Айгерім. Қазір дайындайын. Ахмет, бәрі дұрыс па? Ассаламағалейкум. Уағалейкумассалам. Дұрыс бе? Жақсы жас. Батыке, келді міне. Келді, дайындалайын. Таза ауа. Тау керемет. О, әкшімейтсәне. Ассалаумағалейкум да. Уағалейкумассалам. Уағалейкум. Қош келдіңдер. Қалай, жақсы жеттіңіздер ме, Дархан? Қалай болды дегенде? Дархан Мырза, Дархан. Енді мына өзіңіз тұрған жер, ана қора тұрған жер, сосын мына қарағайлар тұр ғой. Сол жердің бәрін бізде 4 қора дейді. Ал бұла қарай жайлау болды. Одан ары қарай тіпті керемет. Тамаша десек. Сонда қалай? Мына жерді маған бермеймін деп тұрсыңдар ма? Жоқ, Дархан Мырза. Бұл біздің бір ауылдағы ақсақалдың жайлауы. Жоқ, қыстау деген. Сол ақсақал бізге сәл сенің кіремей не деп жатыр сәл қиналып. Түсінбеймін жігіттер. Ей, мен ол ақсақал танымаймын. Маған осы жер. Барлығы дайын дейсіңдер де, енді келіп қалай дейсіңдер. Дархан Етеевич, давайте позвоним Самату Ермоловичу. Жоқ, тұра тұрыңыздар. Дархан мырза, негізінде келіс деген шаруа біз оның қыстауын айтып тұрмыз ғой, Иә, қыстауын айтып тұрмыз. Қыстауын айтып тұрсақ, ол жерге 2 жыл болды. Әлі ешкім атысын салған. Ей, одан артық не керек? Айтамда? 2 жыл байлан пайдаланбаса. Атсын салмаса. Елге тұқынан айырмайды. Дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Енді мынау ерке алған жерді 2 жыл бойы ешкім пайдаланбаса, онда ол елге құқығынан айырылады. Бірақ енді бұл ақсақал аудан ғана емес, облыс, республика танымал ақсақал.
проблема. Өздерің шешіп алыңдар. Дархан мырза, оны өзіміз қатырамыз. Ол өзіміздің шал емес пе, иә? Өзіміздің ауылдағы ақсақал ғой. Сәл сөйлесіп нетіп көреміз. Дұрыс жігіттер. Ұсақ түйек шаруаларды өздерің шешіңдер. Әрине, сендерді де құр қалдырмаймын. Джек. Ахмет. Ағам? Мынау саған. Ал. Рахмет, Дархан. Қақа. Мынау саған. Жоқ, керек емес. Ай, қоймаңыз ау. Болды, болды. Уайымдамаңыз. Бәрін де реттейміз. Бәрін де болды. Дұрыс жігіттер. Сіздер риза болсаңыздар, бізге де жаман болмас. Сонымен, жер көлемі қанша болды? Құжаттарға. Есеп-қисаптың бәрі осы кісінің болды? Осы кісінің болды. Дархан Ибтаевич, барлығын есеп-қисап жасалған. Мына жерде өтініш берушілерде көлемі 19.000 гектар. Сколько? 19. Дұрыс. Сонда, барлығы осыған ма? Лесной жерге. Міне, ес осымен. Мынау лесной жерге. Міне. Сонда сіздерге бар ма? Иә. Ал мұнда таудың басында 3000 гектар жер тағы да бар. Ол, тұра тұршы. Елеп кеттің. Түсінбей қалдық қой. Чимнан таудың басындағы жер. Тұтас жер жоқ та. Әр жерден бөліп аласыз. Жоқ, Басеке, мен дұрыстап түсіндірейін. Бұл кісілер әлі дұрыстап түсінбей тұрған секілді. Бізде арнайы карта да бар. Келіңіздер. Мынау тұрған жерлер, анау тұрған қарағайлы жерлер. Мына жерлер бар ғой, жайылымға жатпайтын жерлер. Өзіңіз айтқандай, пұл, охота жасайсыз. Жоқ, оны түсініп тұр ғой. Бірақ маған тұтас жер керек, тұтас. Даха, жер табылады ғой. Бірақ ол ішінде кішкене қаражат керек. Ой, қақа. Ол жайда келістік қой. Ақша жағынан қап жүрмеңдер. Керектісіңдер тағы берем. Маған жер керек, жер. Болды онда Даха, уайымдамаңыз. Ақша болса, жерде болады, бәрін де реттейміз. Сонымен, барлығы қанша ол? Барлығы 39.000 гектар болды. 39 гектар. 39 гектар ғана ма? Ладно, пойдет. Пойдет. Дархан Ибтаевич, Джек, істе ғой. Сіздер риза болсаңыздар, біздер риза. Енді біз құжаттармен танысырсақ. Mana. Неге? Мынау Астаналар. Мынау ауыл шаруашылық министрлігінен. Ал мынау жер агенттігінен. Облыс, аудандардан да құжат бар. Енді осыларға қолыңызды қойып, мөріңізді қойып, заңдастырып жіберейік. Дархан мырза, біз құжаттармен ұстап танысырса, Мен оны көріп алып келейін. Асқар, тоғызға дейін. Асқар, 49 жыл деп тұр. Шалай болар екен. Ой, Басеке, бая берікші. 49 жылда кім бар, кім жоқ. Айгерім. қоя тұршы, бас үйді Ой, Басеке, бая берікші. Айгерім, осында кел.